Сәлем достар, біз өткен видеоларда компьютер қалай істейді, орталық процессор деген не? Видеокарта деген не? Компьютерлік технологиядағы архитектуралар деген не екенін көрсеткен болатынмын. Енді бүгін күнделікті көп орынды сақтау физикалық жадылар туралы айтатын боламын. Жайғасып лайк басып көріңіздер. SSD дискілерінің дәстүрлі қатты диск жетектеріне қарағанда артықшылығы айқын. Бұл жазбаны оқудың жоғары жылдамдығы, қозғалатын бөліктердің болмауы, қуатты аз тұтыну. Бірақ SSD дискілерінің кемшіліктері бар ма және олар қалай жұмыс істейді? Бұл туралы бүгінгі бөлімде. SSD дискісі қатты дискінің жұмысын толығымен эмуляциялайтын флеш-жадты пайдаланатын қатты күйдегі сақтау құрылғысы. Негізінде SSD бұл үлкен флеш диск. Одан айырмашылығы, SSD контроллер мен SATA интерфейсі арасындағы деректер алмасу жылдамдығының жоғарылауына байланысты кеш жадының DRAM микросхемасын пайдаланады. Контроллердің негізгі міндеті жазбаларды оқу операцияларын қамтамасыз ету және деректерді орналастыру құрылымын басқару болып табылады. Қандай ұяшықтар әлдеқашан жазылғанына және қайсысы жазылмағанына байланысты контроллер жазу жылдамдығын оңтайландырады және SSD дискінің ең ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз етеді. NAND жадының құрылысының ерекшеліктеріне байланысты оның әрбір ұяшығымен бөлек жұмыс істеуі мүмкін емес. Ұяшықтар 4 килобайттық парақтарға біріктірілген және ақпаратты парақты толығымен толтыру арқылы ғана жазуға болады. Деректерді 512 байтқа тең блоктар бойынша өшіруге болады. Осы шектеулердің барлығы контроллердің интеллектуалды алгоритмдеріне белгілі бір жауапкершіліктер жүктейді. Контроллердің дұрыс құрастырылуы және оңтайландырылған алгоритмдері SSD дискінің өнімділігі мен ұзақ қызмет ету мерзімін айтарлықтай жақсарта алады. Деректерді оқу немесе жазу үшін контроллерге тек амалдық жүйенің сұранысын өңдеп, қажетті блоктың мекен-жайын есептеп, оған қол жеткізу қажет. Механикалық операциялар жоқ. Мекен-жайды тарату және блокты тасымалдау үшін ғана уақыт қажет. Флеш-жад, контроллер және сыртқы интерфейс неғұрлым жылдам болса, деректерге қол жеткізу соғұрлым жылдамырақ болады. Ал SSD дискісіндегі деректерді өзгерткенде немесе өшіргенде бәрі оңай емес. Деректер тек 512 кб блоктарда жойылатындығына байланысты. Блок ішіндегі бірнеше байтты да өзгерткен кезде, контроллер алдымен ішкі буферге қажетті блокты оқып, байттарды түрлендіріп, флеш-жад микросхемасындағы бүкіл блокты өшіріп, араластыру алгоритміне сәйкес блоктың жаңа орнын есептеп, оған жазуы керек. SSD дискілерінде дәстүрлі қатты дискілердегідей операциялық жүйе жойылғаннан кейінде деректер сақталады. Бірақ диск жетегі сақталған деректердің қайсысы пайдалы, қайсысы қажет емес екенін білмейді, және барлық алынған блоктарды ұзақ алгоритм бойынша өңдеуге мәжбүр болады. SSD дискілеріндегі блоктарда пайдалы деректер неғұрлым көп болса, соғұрлым тікелей жазудың орнына жазбаны оқу, өзгерту, тазалау процедураларына жүгінуге тура келеді. Бұл жағдайда файлдарды толтырған кезде SSD жылдамдығы айтарлықтай төмендейді. 2.5 форма факторы бар SSD аналық платаға SATA 3 немесе SAS қосқыш арқылы қосылады. Бірақ соңғысы тек серверлерге арналған. Егер компьютердің корпусында мұндай диск үшін бөлім болмаса, сізге арнайы бекіту жақтауы немесе екі жақты таспа қажет болады. SATA форматы размерам өлшемге ие. Ол ноутбуктер мен компьютерлерге орнатуға жарамды. Тасымалдау жылдамдығы бойынша ол SATA 3-ке тең, яғни 560 бит секунд аспайды. Интерфейсі бар PCI Express өте жоғары жылдамдыққа ие және аналық платадағы тиісті ұяшыққа салынған. Бірақ егер тақтада бұл слоттар аз болса, онда олар графикалық картамен жабылуы мүмкін. Ең заманауи қосқыш M2. Оның 5 түрлі фактор формасы бар, сондықтан аналық платаның қайсысын қолдайтынына назар аударған жөн. M2 тікелей аналық платаға салынған, бірақ екі түрлі интерфейсте жұмыс істейді. SATA және PCI Express, екінші нұсқа жылдамдықта айтарлықтай асып түседі, 3500 бит дейін, бірақ M2 SATA жылдамдықта басқалардан еш айырмашылығы жоқ. Сіз әлі де U2 қосылымы бар құрылғыны кездестіре аласыз. Бұл M2 аналогы, бірақ ол тек Crash интерфейсінде жұмыс істейді.
NVMe бұл құрылғының жоғары өткізу қабілеттілігін, сенімділігі мен беріктігін қамтамасыз ететін SSD әлеуетін арттыруға арналған стандарттар жиынтығы. Ол форм фактор M2 және PCI Express-те бар. Жад түріне байланысты бір ұяшыққа қанша бит ақпарат сәйкес келеді. Бұл көрсеткіш неғұрлым көп болса, құрылғының бағасы соғұрлым төмен болады, бірақ қайта жазу ресурсы айтарлықтай төмендейді және өнімділік нашарлайды. Егер жад түріне жақын жерде 3 NAND аббревиатурасы болса, онда бұл SSD жылдамдығы жоғарылайды және пайдалану мерзімі ұзағырақ болады. Жад түрі деп аталады 3X Point. Бұл Intel компаниясының соңғы буынның технологиялық дамуы, оның көптеген қайта жазу циклдары, төмен кідірістер және кездейсоқ операциялардағы жоғары жылдамдықтар операциялық жүйені жүктеу және ресурстарды қажет ететін қосымшалар. Жадтың бұл түрі аз таралған және тек премиум құрылғыларда болады. Енді сіз өзіңіздің компьютеріңізге қажетті дискіні ала аласыз. SSD-ге көбінесе Windows және Mac және басқа операциялық жүйені орнатады. Сонымен қоса бағдарламалық қамтамасыз етулерді және драйверлерді, утилитталарды, видеомонтаж, графикалық редакторларды орнатады. Кей кезде ноутбуктерде тек жалғыз жады ретінде SSD өзі орнатылуы мүмкін. Сол жады 256 гигабайт немесе 512 г болуы мүмкін. Сатып алған ноутбуктың бағасына қарай, амал жоқтан ол SSD жадыны бағдарламалардан тыс ойындарды орнатып, немесе бағдарламалардан тыс басқа қолданушылардың файлдары, яғни музыка, видео, документтер тағы басқа заттармен жадыны толтырып тастаймыз. Ал бұл SSD жадыға ұнай қоймайды және де өмірлік циклін азайтуға соқтырады. Жүйенің өнімділігі дискінің жылдамдығына тікелей байланысты. Баяу диск бөтелке мойнына айналады, операциялық жүйенің жүктелу уақыты артады, қолданбалардың іске қосылуы баяулайды және интерфейстің жалпы жауап беру қабілеті төмендейді. Дегенмен медиа түрлерінің арасындағы негізгі айырмашылық тек жылдамдықта ғана емес, сонымен қатар олардың сенімділігі мен ауқымын анықтайтын олардың жұмыс істеу принциптерінде де жатыр. Қатты дискіні немесе әлді өте дәл және күрделі айналмалы табақ ретінде қарастыруға болады. Оның корпусының ішінде шпинделдерде үлкен жылдамдықпен айналатын дөңгелек магниттік пластиналар бар. Магниттік бастар осы пластиналардың үстіңгі жағында арнайы тұтқаларда қалқып тұрады. Олар дискіге тимейді, бірақ одан нанометр қашықтықтағы ауа ағында болады. Бағдарламаны іске қосқанда немесе файлды ашқанда, қажетті деректерді табу үшін бастар қозғала бастайды. Олар алдымен дұрыс жолға жылжиды, бұл іздеу деп аталады. Содан кейін пластинаның дұрыс секторға жетуін күтеді. Бұл механика жетілдірілгенімен басты мәселе дәл осы жерде жатыр. Файлға кез келген қол жетімділік бастың физикалық қозғалысын және оның орындалуын күтуді қажет етеді. Табақша тексеріледі. Процессорлар секундына ондаған гигабайт жұмыс істейтін заманда бұл күрделі тығырыққа тіреледі. Жалпы алғанда дискінің бұл түрі механикалық құрамдас бөлігімен жартылай өткізгіш құрылғылар тұжырымдамасынан шығарылады. Мұнда деректерді беру жылдамдығы бөлшектердің қозғалысымен шектелмейді. Бұл жерде SSD-дің дискінің қалай жұмыс істейтіні туралы еске түсіруге болады. Операциялық жүйені SSD дискісіне орнату арқылы бұл айырмашылықты сезіну оңай. Бұл жағдайда жүйе бірнеше минут ішінде емес, секундтарда жүктеледі. Бірақ мұнда да тұзақтар бар. SSD дискілерінде қолданылатын жад флеш дискісінде деректерді сақтау принципі қалқымалы қақпасы бар күрделі транзисторлар болып табылады. Олар құрылғыны ажыратқаннан кейін де қақпада электр зарядын ұстап тұруға қабілетті. Жалпы алғанда, қақпада зарядтың болуы логикалық 0, ал зарядтың болмауы 1. Бірақ ұяшықта қандай бит бар екенін білу үшін транзистордың жартылай өткізгіші тоққа жол ашатындай кернеуді қолдану керек. Және транзистордың әрбір осындай ашылуы жартылай өткізгішті аздап ағызады. Жазуды оқудың жоғары жылдамдығымен SSD-дің басты кемшілігі битті қайта жазу циклдарының шектеулі саны болып табылады екен. HDD-де мұндай шектеу жоқ. Деректер дискінің бетіндегі кішкене аймақтарды магниттеу және магнитсіздендіру арқылы айтарлықтай баяу жазылады және оқылады. Бірақ бұл процесс іс жүзінде материалдың тозуын тудырмайды. Пластиналардың өзі қасиеттерін жоғалтпай миллиондаған, тіпті миллиардтаған қайта жазу циклдарына төтеп бере алады. Бұл механикалық құрамдас бөліктер туралы айту мүмкін емес.
Электр қозғалтқышы мен бас жетегі тозуға ұшырайды. Бұл ерте ме, кеш пе құрылғының істен шығуына әкеледі. Бірақ әдетте бұл біртіндеп деградация процесі. Диск шу шығара бастайды, сықырлайды, ызылдайды. Бұл барлық деректерді уақытында сақтауға мүмкіндік береді. Ноутбук немесе компьютерде қосалқы HDD жадыны тек ақпараттар, документтер, видео, фото, аудио файлдарын сақтауға арнайы жады ретінде қолдануға болады, немесе оны сыртқы флеш секілді сақтау жады ретінде қолдауға болады. Кейбір кезде компьютер мен ноутбуктерде алдын ала тек HDD қатқыл дискісі ғана бастапқы жалғыз сақтау жады болып тұрады, және оған Windows орнатылған болады. Ол кезде жадыны екіге бөлу қажет етеді. Мысалы 1 терабайт жады дискіні 128 гигабайтын операциялық жүйемен бағдарламаға арнаса, қалған 900 бос орнын күнделікті ақпараттарды сақтауға арнаймыз, соңда сіздің компьютеріңіз қатпайды. Осымен видео соңына жетті. Видеоға лайк басып каналға тіркеліңіздер.